Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер қазақтың ұлттық тағамы ши бауырсақ әзірлейтін боламыз. Ол үшін біздерге ұн, сода, су, жұмыртқа, тұз, қант және де сұйық май керек болады. Толық мөлшері төменде көрсетілген, көріп алсаңыздар болады. Жылы 1 стақан суымызға қантымызды және де тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осыны жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқаны саламыз. Бір жұмыртқа жеткілікті. Енді сұйық май құятын боламыз. Жарты шай каседен сәл көбірек қылып алдым сұйық майды. Енді содамызды саламыз. Соданы ұнмен бірге араластырып жіберсеңіздер де болады. Тағы да жақсылап араластырып, кейін ұнымызбен уже үйлей бастаймыз. Міне. Ұнды жай аз-аздан салып отырыңыздар. Себебі бірден салсаңыздар қатты болып, бауырсақтарыңыз ұқсамай қалуы мүмкін. Асықпай жай салыңыздар. Басында осылай қасықпен араластырамын, кейін қатайғаннан кейін қолмен араластыратын боламын. Міне, қанғанша қатты қылып та емес, жұмсақ қылып та емес, орташа қылып илейтін боламыз. Осылай аз-аздан салып отырсаңыздар, өте жақсы болып шығады. Міне, біздерде дайын болды. Осылай қолға жабыспайтын қамыр шығуы керек. Енді осыны біздер тыңықтыратын боламыз. Міне, осындай қолға жабыспайтын қамыр шығады. Міне, енді осының бетін жауып, қақпағын жауып, 20 минутқа тынықтыруға қойып қоятын боламыз. Дайын болғаннан 20 минуттан кейін осылай сәл жұмсаруы мүмкін. Осылай басып жіберсеңіздер болады, және де сәл ұн қоссаңыздар да болады. Міне, енді осылай қолымызбен жасау арқылы қазір оның формасын жасап кесіп алатын боламыз. Міне, осылай ұзынша етіп кесіп алатын боламыз. Міне, енді дәл видеодағыдай жасай береміз. Дайындалуы өте оңай, тез және де өте дәмді, ерекше бауырсақтар шығады, сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Міне, дәл осылай жасайтын боламыз. Қаламның қалыңдығынан сәл кішкене қалыңдау болса, өте жақсы болып шығады, солай істеп көріңіздер. Жіңішке қылған сайын өте әдемі болып шығады. Міне, дайын бола бастады бізде. Дәл осылай бөліп шығамыз бөліктерге, кішкентай бөліктерге. Содан соң майымызды қыздырып аламыз, қатты қылып, және де осылай саламыз. Сіздер көптен салсаңыздар болады. Мен бір қолымда телефон ұстап тұрғаннан кейін ыңғайсыз болған соң аз-аздан салып жатырмын. Осылай араластырып тұрамыз, себебі өте тез піседі. 1 минутта, 2 минутта осылай қызарған уақытта ала бересіздер. Дайын болды, міне, өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Міне, біздерде бауырсақтар дайын, және де мынадай бауырсақтар жасасаңыздар да болады.
тоже көтеріліп өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.